Бірде Анас радиаллаху анху сол кісі Толха деген сахаба жайында хабар береді. Оның бір бау-бақшасы бар еді дейді. Мешіттің жанында Байруха деп аталады. Барша мұсылмандар қызға қарайтын еді. Мұсылмандар арасында кірпішіне демалып тұратын еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соның ішіне кіріп демалып тұратын еді дейді. Бау-бақша дегеніміз сол замандағы ең үлкен табыс көзі ғой. Сол заманда сол елді мекенде. Қазір біз нефтяной точка дейміз ғой, мұнай орындары. Ең үлкен қазына орталығы болатын болса, ол жерлерде сол заманда құрма бағы сондай бір үлкен қазына орталығы болған. Сондай бар еді дейді. Ал-Имран сүресінің мына бір аяты түскенде дейді. Ла таналу бирра хатта тунфиқу мимма тухиббун деген аят түседі. Өздерің жақсы көрген нәрсені Алла жолында бермейінше игілікке, жақсылыққа қол жеткізе алмайсыңдар деген аят айтады. Алла Тағала. Соны естіген Толха пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға жүгіріп келеді. Я Алла елшісі, менің жақсы көретін бау-бақшам міне Байруха өзіңіз білесіз. Мына аят түсіп тұр. Осы жолда мен оның садақа етіп бергім келіп тұр деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям неткен берекелі хайырлы дүние болып бұл бау-бақша саған еді. Бұны мұсылмандарға беретін болсаң, әсіресе ең бірінші өзінің ағайын туыс бауырларының ішіндегі әке жақтан, ана жақтан жақын туыс бауырларын соларға бөліп берген дейді. Бір аят. Қандай аят? Қандай да бір өздерінің жақсы көрген нәрселеріңді Құдай жолында сарп етпейінше жақсылыққа, игілікке қол жеткізе алмайсыңдар дейді. Адамның кейде бір сондай сәттері болу керек. Халладака сиррун байнака ва байна Аллах. Сен мен Раббыңның арасында сондай бір сыр бар ма дейді. Оны ешкім білмейді. Алладан басқа ешкім білмейтін бір сыр бар ма дейді. Сен өзің бір жақсы көретін бір мал-мүлкіңді, дүниеңді Құдай жолында бергенсің. Туысқаныңызға болсын, кімге болсын. Бірақ оны ешкім білмейді басқа. Осы амалдар есте ақыретте адамды құтқарып жататын. Байруха деген үлкен бағын сөйтіп беріп жібереді. Батыр момышұлы бабамызды өзіне берілген, Кеңес одағы кезінде берілген пәтерді соғыста ұлынан айырылған кейуанаға сыйретінде сыйлаған екен. Бұл да осы уақыттың түріне жатады. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям заманында сондай мұсылмандар қатты бір шөлге тап болады. Өйткені ішерге су қапшы болып жатқан кез. Сол кезде бір яһудидің құдығы болған. Баршасы амал жоқ сол құдықтан су ішеді. Сол кезде жаңағы яһуди келіп отыр, клиенттер келіп отыр. Бағасын алып арттырып жібереді. Орасан қымбат қылып қойып қояды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қатты жанына сол бір нәрсе батады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Құранда харисун алейк. Ол сенде сондай бір жанашыр еді деп сипаттайды ғой. Сол жанына батқан кезде осы құдықты кім сатып алады, соған ақыретте Аллах Тағала еселеп сауабын береді. Оған да осындай бір құдық болатындығы жайында айтады. Осыны естіген кезде Осман радиаллаху анху бар. Жаңағы яһудиді тауып барып құдығын сатып алуға келіседі. Сол кезде ол яһуди мен саған қанша бересің? 1000 деді. Тағы қанша бересің? 1000.
Бүкіл беретін сұрап алғаннан кейін, мен бұл бағаға тек жассын ғана сатамын дейді. Құдықтың тек жассын ғана сатамын дейді. Яғни бір күні ол пайдаланады, бір күні Осман пайдаланады. Жарайды деп соған келіседі. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хабар береді. Міне осылай келісім дейді. Бір күні ол пайдаланады, кімге қаласа соған сатады. Екінші күні мен пайдаланамын, кімге қаласам соған беремін. Содан Осман радиаллаху анхудың күні болған кезде барша мұсылмандар өздерінің қажеттеріне сай толтырып су алып алады екен. Келесі ана кісінің Яхудидің күні келген кезде ешкім суға бармайды. Су жетеді ғой, енді алып алды. Шарасыздан жүре келер, арзан болмағыр бағаға екінші жақсы бөлігін Осман радиаллаху анхуға сатқан екен. Жалпы мына Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде салынуында уақытнама деп оны қалдырып кетуде біздердің ата-бабаларымыздың осы уақыт деген нәрсені тереңнен, түбінен түсінгендігінің белгісі, құрметті ағайын. Жаңа да айттық қой, сахабалардың ешбір болмаған уақытқа бір мүлкін бермеген, баршасы берген дейді. Сондықтан баршамыз Аллах уақыф берген сахабалар мен ақиретте тірілуіміз Аллах нәсіп етсін. Мына бір нәрсе бар, хадисте де келеді. Құлым мен жайында қалай ойлайды, мен соған, ол құлыма солай көрінемін дейді. Біреу ойлайтын шығар, Құдай деген мені қинап қойды, қашанғы бүйте береді, сөйте береді, бүйте береді дейтін болатын болса, Құдайды қалай танып оған солай көрінеді Құдай. Біреу Раббым Алла маған сондай кемшілік қылды, осындай бір қиын қыстаулардан жұлып алды, рахым мейірімін көрсетті деп, сөйтіп Алла Тағаланың сипаттарын солай тани бастайтын болса, Алла Тағала солай көріне береді болады. Бірде мына кітапта келеді, екі ғалым дегенде Ибрахим ибн Адхам деген ғалым, соның Шақиқ әл-Балхи деген досы болады. Сол досы қайта сапарға шығып, сауда жасап келіп жүретін еді. Досының ұзақ сапарға шығарып салады. Сөйтіп отырған кезде досы көп заман қайтып келіп алады екен. Досынан сұрайды, сен ұзақ сапарға шыққан едің, неге қайтып келіп алдың дейді. Мен жаңа жолда келе жатқан кезінде дейді. Бір көзі соқыр, қанаттары сынық бір құсты көрдім дейді. Соған қарап жаным ашып отыр еді. Набай сенің қалай күнің көреді деді. Кенеттен екінші бір құс келді дейді. Қанатын аузынан бір құрт, сондай бір тамақтарды іліп келіп, ананың аузына салып жатыр дейді. Субханаллах, мынау көзі соқыр, қанаты сынық құстың өзін ризықтандырып жатқан Алла мені де ризықтандырады ғой деп жарты жолдан бұрылып қайта келдім дейді. Сол кезде Ибрахим ибн Адхамның айтқаны, ай досым ай, сен өзіңді сол бір көзі соқыр, қанаты сынық құс ретінде елестеткенше сол бір құсты тамақтандырып тұрған екінші бір құс ретінде елестетпедің бе дейді. Адамның санасына қиссам, сен, яғни пайғамбарымыз хадисінде болған алғыш қолдан беруші қол хайырлы деді ғой, сол беруші қолдардан болмадың ба дейді. Кейбір сондай бір жағдаяттарда адам әртүрлі ойлап жатады. Бірде сондай бір жағдаят болып қалды. Мысырда оқып жүрген кезімізде бір жігіт самолеттен ұшпақшы болады. Сөйтсе, системадан бір қате кеткен бар, бір орын екі жаққа сатылып қойған ғой. Ана авиакомпанияның жаңағы бір бауырымызға айтады, сен келісесің бе, ертең біз сені тегін ұшырамыз дейді. Ода багаждары салмағынан асып кеткен, несі бар,
соны үміттетіп отыр ғой ертең. Онда мына кегін шығатын болса, мен қалған ақшаны алып багажын өтегенмін. Келесі күні барса, оның кегін шығып, багажында ешқандай салмағына қарамастан кіргізіп жіберген екен. Соны жігіттерге айтасың, бізге де осындай бір жағдаят болса, деп. Біз сондай бір жағдайға түскеніміз еді деп айтып отса бір жігіт керісінше ойлап отыр. Шіркін-ай, мен сондай бір авиакомпаниям болса еді. Қандай да бір сондай бір жағдаяттар болған кезде адамдардың алғысын ала алатындай бір компания болса еді дейді. Адамның санасына сай Аллах Тағала ризық несібені молайтады. Құрметті мұхтарам шамалар, сіздер мен біздерді баршамыз Аллах Тағала санамызды кеңейтіп, ризық несібемізді кеңейтіп, ақиретте уақытқа берген сахабалардың қатарына кіруіміз нәсіп еткейсін Аллахым. Я Аллахым, Омар радиаллаху анху ең бірінші осы жақсы ізгі жолды салған болатын болса, әрбір адамның сауабы Омар радиаллаху анхуға барып тұратын секілді, бізді де Аллах Тағалам әулеттеріміздің ішіндегі ең алғаш уақыт жасаушылардан қылғайсың Аллахым. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар.